Рим папасының қарғысына ұшыраған адамдар. Бұл жай аңыз ба, әлде шындық ба? Тарихта патшалардан да, императорлардан да қорықпаған бір ғана адам болған деседі. Оның қолында алып әскер де болмаған, бірақ бір ғана шешімімен тұтас мемлекеттердің тағдырын өзгерте алған. Ол Рим папасы. Орта ғасырларда адамдар папаның қаһарына ұшыраудан, өрттен де, соғыстан да қатты қорыққан. Өйткені сол заманда папаның шіркеуден аластауы жай ғана діни жаза емес, бүкіл қоғамнан оқшаулану деген сөз еді. Көпшілік мұны папаның қарғысы деп атаған. Осындай адамдардың бірі қасиетті Рим императоры Генрих IV. Ол Рим папасы Григорий VII мен билік үшін тартысқа түседі. Ақыры папа оны шіркеуден аластайды. Осыдан кейін оған бағынышты көптеген әміршілер теріс айналып, империясында бүліктер басталады. Ең таңғаларлығы, әлемдегі ең қуатты императорлардың бірі кешірім сұрау үшін Альпі тауларын асып, Каносса қамалына келеді. Аңызға айналған деректерге сүйенсек, ол қақаған қыста 3 күн бойы жалаң аяқ қардың үстінде тұрып, папаның кешірім беруін күткен. Ақыры ғана папа оны қабылдап, кешірім береді. Бұл оқиға тарихта Каноссаға бару деген атаумен мәңгілікке қалды. Тағы бір әйгілі тұлға Англия королі Иоанн Жерсіз. Ол Рим папасы Иннокентий III мен келіспей қалады. Соның салдарынан Англия шіркеу тарапынан қатаң жазаға ұшырап, көптеген діни рәсімдер тоқтатылады. Халықтың наразылығы күшейіп, корольдің беделі күрт төмендейді. Ақырында ол папамен келісім жасауға мәжбүр болады. Ал Англияның тағы бір атақты билеушісі Генрих VIII папаның рұқсатынсыз ажырасқысы келеді. Папа бұған үзілді-кесілді қарсы болады. Соның нәтижесінде Генрих Риммен байланысын үзіп, Англияның жеке шіркеуін құрады. Папа оны шіркеуден аластайды. Бұл оқиға Англия тарихының бағытын түбегейлі өзгертті. Француз императоры Наполеон Бонапарт та Рим папасымен қақтығысқа түседі. Тіпті папаны тұтқындауға дейін барады. Бұған жауап ретінде папа оны шіркеуден аластайды. Көп ұзамай Наполеонның алып империясы күйреп, өмірінің соңын Әулие Елена аралындағы жалғыздықта өткізеді. Кейбір адамдар мұны папаның қарғысымен байланыстырса, тарихшылар оның басты себептері саяси және әскери жеңілістер болғанын айтады. Тағы бір әйгілі есім Мартин Лютер. Ол католик шіркеуін қатты сынап, реформация қозғалысын бастайды. Осы үшін Рим папасы Лев оны шіркеуден аластайды. Бірақ күткеннің орнына Лютердің идеялары бүкіл Еуропаға тарап, әлем тарихын өзгертеді. Сонда папаның қарғысы шынымен болған ба? Тарихшылардың басым көпшілігі мұны тылсым күш емес, сол дәуірдегі католик шіркеуінің аса зор саяси ықпалы деп есептейді. Орта ғасырларда папаның қолдауынан айырылу көптеген патшалар үшін әскерінен немесе қазынасынан айырылғанмен бірдей еді. Сондықтан олардың билігі әлсіреп, қарсыластары күшейіп отырған. Дегенмен ғасырлар бойы халық арасында Рим папасының қарғысына ұшыраған адамның соңы жақсылықпен аяқталмайды деген аңыз сақталып келеді. Бұл рас па? Әлде жай ғана тарихи сәйкестік пе? Оның нақты жауабын бүгінге дейін ешкім дөп басып айта алмайды. Осындай видеолар ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.